Қайырлы кеш, құрметті көрермен, Қонаев медиа арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Шапағат Мырзабекова. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан газетіне берген сұхбатында ел дамуының негізгі бағыттарына тоқталды. Президенттің айтуынша басты мақсат әділетті, қауіпсіз және тұрақты Қазақстан құру. Сұхбатта экономикалық және саяси реформалардың маңызы, өңірлерді дамытуға ерекше көңіл бөлінетіні айтылды. Атом электр станциясын салу, логистика, инфрақұрылымын жетілдіру, ауыл шаруашылығы мен туризмді дамыту елдің ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз ететін стратегиялық бағыттар. Азаматтардың әл-ауқатын арттыру, білім мен денсаулық сақтау сапасын жақсарту мемлекеттің басты міндеті болып қала береді. Президенттің айтуынша елдің басты мақсаты әділетті, қауіпсіз және тұрақты Қазақстан құру. Былтыр экономика 6%-ден астам өсті. Жалпы ішкі өнім 300 миллиард долларға жетіп, жан басына шаққандағы көрсеткіш 15 мың доллардан асты. Қазақстанның геосаяси артықшылығын пайдалана отырып, елді Еуразияның көлік хабы ету мақсаты айқын. Жақында іске қосылған Достық Мойынды теміржол магистралі жүк тасымалы көлемін 5 есе арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар 2030 жылға дейін 5000 шақырым теміржолды жаңарту және 11000 шақырым желіні жөндеу жоспарланған. Орталық батыс күре жолы да елдің логистикалық әлеуетін арттырады. Еліміз Қытайдың бір белдеу бір жол атты мега жобасын қолдады. Бұл ретте Алматы облысы Талғар ауданындағы логистикалық хаб өз жұмысын бастамақ. Эту локацию мы выбрали, потому что она достаточно... Бұл жер логистикалық тасымалға өте ыңғайлы. Қытайға әрі көршілес тмд елдерімен Еуропаға шығуға қолайлы. Әуежай да жанымызда. Бір сөзбен айтқанда, орталық Азияның транзиттік дәлізіндеміз. Қазақстан ауыл шаруашылығына 2024 жылы 1 триллион теңгеден астам жеңілдетілген несие бөлді. Егін шаруашылығы рекордтық экспорт көрсеткіштерін көрсетіп, өнім жеткізілетін елдер кеңейді. Ендігі басты мақсат мал шаруашылығын дамыту және Қазақстанды ірі ет экспорттаушы елге айналдыру. Соңғы 10 жылда фермерлерге көрсетілетін қолдау көлемі 10 есе өсті. Бұл орайда Алматы облысында нақты нәтижелер бар. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты 1,5 есеге ұлғайды. Өңірде мыңдаған тұрғын микрокредиттер алып, өз кәсібін ашты. Қандай көмек тиді дегенде, осындай жеңілдікпен берді ғой. Ары қарай ақпаттану үшін, ары қарай өзің жұмысты алып жүру үшін, тек қана мемлекетке сүйенбей, өзің еңбектенсең, ары қарай жұмыстың жемісін же дегендей тиімділік жақсы нелер болды. Рахмет. Президент елімізде атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты сұраққа жауап берді. Қазақстанда уран өндірісі дамығанымен атом электр станциялары болмады. Бұл бағыт техникалық интеллигенцияны дамытуға және елдің абырой беделін арттыруға мүмкіндік береді деді мемлекет басшысы. Бұл ретте Алматы облысы Үлкен ауылында АЭС салу жұмысы басталады. Ол ұзақ мерзімді жоба. Мамандар оған 10 жылдай уақыт және 10 мыңнан аса еңбек күші қажет болады дейді. Президент елімізді цифрлық мемлекетке айналдыру қажеттігін айтты. Білім беру бағдарламасы арқылы 650 мыңнан астам студент жасанды интеллект саласында білім алады. Жасанды интеллект пен цифрландыру ісі Алматы облысының мектептерінде белсенді енгізіліп келеді. Шығармашылық топ құрылдық. Жаңағы жасанды интеллект бойынша жұмыс жасайтын. Ол топта 30-дай жас мамандар бар. Сол жас мамандай орта буын ұстаздарымыз бар. Сол жаңағы ұстаздар осы мектептегі қалған ұстаздарды топ-топқа бөліп, өз тәжірибелерін таратып, солармен жұмыс жасайды алдағы уақытта. Мемлекет басшысы өз денсаулығына көңіл бөліп, йогамен және үстел теннисін ойнаумен айналысатынын айтты. Сонымен қатар тмд елдеріндегі әріптестерінің спортпен шұғылданатынын атап өтті. Жалпы спортпен шұғылдану ұлт саулығы екенін еске салды. Мемлекеттік қызметкерлер, жалпы жай қарапайым адамдар осы мемлекет басшысынан үлгі алуымыз керек, қалай болғанда да. Бұл ұлттық саулығы. Мемлекет басшысы жаңағыдай уақыттың тығыздығына қарамастан аптасына 1-2 рет үстел теннисімен ойнайтын болса, күнде йогамен айналысатын болса, неге біз қарапайым адамдар біз спортпен айналыспаймыз? Сол себептен спортпен айналысқан халықтың денсаулығы, ұлттың денсаулығы бұл мемлекеттің болашағы. Президенттің сұхбаты ел дамуының айқын бағыт-бағдарын белгіледі. Барлық бастамалар халықтың әл-ауқатын арттыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға және өңірлерді дамытуға бағытталады. Алмас Садуақас, Қонаев медиа. Кеген ауданында әлеуметтік инфрақұрылым жаңарып келеді. Тасаша ауылында жаңа әкімдік ғимараты пайдалануға берілді. Бұған дейін әкімдік мәдениет үйінің ғимаратында орналасқан еді. Енді жергілікті тұрғындарға қызмет көрсетуге қолайлы заманауи кеңсе өз жұмысын бастады. Сондай-ақ спорт саласында да нәтижелі жұмыс бар. Ақтаста ауылында жаңа спорт нысаны ашылды.
Тасашы ауылдық аймағында әлеуметтік және инфрақұрылымдық жұмыстар нәтижелі іске асып келеді. 4 ауыл кіретін округте 1200-ден астам адам тұрады. Өткен жылы ауылда 1,5 шақырымдық ішкі жолдар жөнделіп, көшелерде ауыз су құбырын тарту жұмысы басталған. Ал әкімдік қажетті құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілді. Мекемеде 7 адам жұмыс істейді. Басты міндет халыққа күнделікті қызмет көрсету. Оның ішінде жер мен су мәселесін бақылау, хат хабарларды рәсімдеу және тұрғындарға отбасылық анықтамаларды беру сияқты қызметтер бар. Енді басты мәселеміз ауылға инвестиция тартып, енді болашақта бұдан да көркейеді деген ойдамыз. Ауылда былтырдан бері балалар ойын алаңы салынды жаңадан. Биыл мінекей 36 миллионға Ақтас Тасашы ауылынан 2 жастар саябағын салып, уже қолданысқа берілді. Қазіргі уақытта енді мінекей көшіп жатыр. Енді жаңа ғимаратымыз бұйыртса үлкен халық игілігіне қызмет етеді деген ойдамын. Міне ауылға бетбұрыс жасап, мынау әкімшілігімізге жаңа ғимарат салып беріп жатыр. Осыған Құдай тауба, ел болып, жұрт болып қуанып жатырмыз. Бұл енді заманауи технологиямен салынған жаңа ғимарат. Енді осыда істейтін әкімшілік қызметкерлері халыққа жақсы қызмет істейді деген ойдамыз. Ақтасты ауылында жаңа спорттық нысан ашылды. Дзюдо мен самбо күресінен әлем кубогының иегері, Азия чемпионы Айсара Керімбек қызының атындағы спорт залының салтанатты ашылуына ауыл тұрғындары мен танымал спортшылар қатысты. Жаңа спорт кешені жасөспірімдер мен балаларға спортпен белсенді айналысуға зор мүмкіндік дейді ұйымдастырушылар. Керемет коверларын бәрін төсеп, балалардың қуанышы шексіз. Енді өшірден жаңғыз Азия чемпион емес, Олимпиада чемпионы шықса екен ойдамын. Елім аман болсын, жұртым тыныш болсын. Енді болашақта чемпиондар шығатынына, болашақта ел намысын қорғайтын, көк туымызды көтеретін чемпиондар шығатынына сенімдіміз. Және де осы жас ауыл тұрғындарының қолдап, осындай ғимараттарға өздерін қол ұштарын көрсеткен азаматтарға әкімшілікке үлкен алғысымызды айтамыз. Осы жоба жалғаса берсін, чемпиондар көп болсын. Бұйырса тек осы жастардың үлкен жеңістерін тойлауға келе берейік. Ауыл жастары бұл залда күрес түрлерімен қатар өзге де спорт түрлерімен шұғылдана алады. Жалпы Кеген ауданында осындай 5 спорт залы ашылған. Ақжан Анапия, Талғат Жамбота, Қонаев медиа. Алматы облысында жаңа жыл түні 17 сәби дүниеге келді. Оның 12-сі ұл, 5-еуі қыз бала. Туу көрсеткіші бойынша Қарасай, Іле, Еңбекші Қазақ аудандары көш бастап тұр. Ал облыс орталығы Қонаев қаласында мереке күні 4 сәби дүние дидарын ашты. Аналар мен жаңа туған сәбилерге талапқа сай тәулік бойы медициналық көмек көрсетілді. Дәрігерлердің айтуынша дүниеге келген сәбилердің денсаулықтары жақсы. Жалпы жыл сайын өңірде демографиялық өсім динамикасы артып келеді. Қонаев қалалық ауруханасының перзентханасында 31-нен 1-не қараған түні 4 бала дүниеге келді. Оның біреуі ұл бала, қалғаны 3 қыз бала дүниеге келді. Барлығы аман есен дүниеге келді. Анасының және баланың жағдайлары өте жақсы. Біз жаңа жыл мерекесі болсын, басқа да мерекелер болсын, әрдайым ана мен баланың қорғаны боламыз, жиі көмектесуге дайынбыз. Іле ауданында Байсеркенің жаңа жылдық аспаны атты ауқымды авиашоу өтті. Әуеде қалықтаған ұшақтар көрерменге ұмытылмас әсер сыйлады. Мерекенің басты тосынсыйы Аяз ата мен Ақшақардың көктен тікұшақпен түсуі болды. Ал жаңа жылдық киім киген әуе десантшылары әуе шеруін асқан шеберлікпен көрсетті. Көріністі тамашалауға 5000-нан астам адам жиналды. Байсеркеде авиашоу өткізу дәстүрге айналып келеді. Оған пилотаждық топтар, жеңіл спорттық ұшақтар мен тікұшақтар қатысып, авиациялық техника көрмесі ұйымдастырылды. Бұл жолы жаңа жыл мерекесіне орай Аяз ата мен Ақшақар әуеге көтерілді. Қолайсыз ауа райына қарамастан тәжірибелі ұшқыш тікұшақты аман есен жерге қондырды. Қаланың сыртында басқа да жаңағы елді мекендерден келе алмайтын адамдарға да арналған сондай үлкен іс-шара болды осы жолы. Мерекелік бағдарлама жерде де көкте де қатар өрбіді. Сахнада көрерменді ертегі мен анимация кейіпкерлер еліктірсе, әуеде авиация қызметкерлері кәсіби шеберлігін көрсетті. Ал әуе десантшылары аспанды думанға айналдырып, жаңа жылдық киіммен әуе шеруін өткізді. Ерекше атмосфераны сезіну үшін мерекеге 5000-нан астам көрермен жиналды. Қауіпсіздікті төтенше жағдай қызметкерлері, тәртіп сақшылары мен дәрігерлер қадағалады. Қыста секіру жаз мезгіліндегідей еркін орындалады. Ауа тығыз болғандықтан секіру әлдеқайда жайлы әрі сенімді. Сондықтан қыста секірудің де ерекшелігі бар.
бірақ қалың костюм қимылымызды шектейтіні рас. Парашютшілердің шыршасы бұрыннан бар дәстүр, бірақ ол тек шағын ортада өтетін, ал біз бұл мерекеге бүкіл қала қатысса тіптен керемет болар еді деп шештік. Нәтижесін өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл тек көктегі шоу емес, авиация әлемін таныстырған ерекше кеңістік. Еске салсақ, алғаш рет бұл шара 2 жыл бұрын ұйымдастырылды. Шоуға 10 мың қатысушы және 50 мыңнан астам көрермен жиналған. Отандастарымыздың бұл салаға қызығушылығы жоғары. Келесі шоу Наурыз мейрамына арналады дейді ұйымдастырушылар. Ақжан Анапия, Ерлан Әбжан, Қонаев медиа. Әр жануардың өз табиғаты, болмыс бітімі бар. Сол сияқты әр жылдың да өз ерекшелігі болады. Қазақы нанымда барыс жылында көктем ерте келеді, жер ырысты болады десе, қоян жылы ақ ұлпа қалың түсіп қыс ұзаратын көрінеді. Ал жылқы жылынан не күтеміз? Тақырыпты атбегілермен дидарласқан тілшіміз толықтырады. Бұл есік төріндегі жас атбегі Таулан Данаханұлының қожалығы. Бүгінде қолында жал құйрығы төгілген 10 шақты сайгүлік бар. Шеттерінен асыл тұқымды. Ал мына ағылшын қанды мұзбалақ атты көкқасқа құнаннан дөненге шығады. Өзі бәйге көрген, жүлде ұтқан. Биылғы жылдыққа бір 2 бәйге қостық. Дөнен, қазақ дөненді дөң асырма дейді. Сонда қолтығын жазып, 2 бәйгесінде де ұтып берді Алланың қалауымен. Енді Алла қаласа келесі жылғы аламандарға, алдағы жылда аламандарға сақтап отқан жылқымыздың бірі болса. Жылқы жалын төсейді. Атбегілер жылқы жылы жайлы да молшылықпен келеді деп топшылап отыр. Тек қылқұйрықты жануардың тарпаң мінезі іспетті, қыстың қара суығы қаттылау, қасат қары қалыңдау түсіп, көктем кешеуілдеп шығуы мүмкін. Десе де 5 биенің сабасындай ырысы шалқыған берекелі жыл болады дейді жылқы жанын түсінетін жандар. Қазақтың әрбір баласы жылқы мінездес болар болса, туған жеріне үйір, туған еліне бүйір болар еді деген. Ғасырлар бойы келе жатқан осы жылқы жылдар көп жетістікке жеткен біздің қазақ елі. Жаугершілік заман болсын, басқалай болсын, тарих парақтарын ақтарсақ енді. Өтеді мамыра жай бір қой үстіне боз торғалай жұмыртқалаған, өзі сондай бір керемет жыл болады деп ойлаймыз енді қазақ еліне. Жылқы жыл жақсы келеді ғой негізі. Қуаныша келеді ғой жылқы жыл. Жақсы дейді. Бұрыннан енді. Сол қыс қатты болады енді. Қыс деген болады ғой табиғат дегенде оны. Бір жаратушы иеміз Алла біледі енді оны. Соның үшін жылқы жылы жақсы жыл. Жылдардың ішіндегі ең жақсы жыл. Адамға жағымды, мол табыс, мол рызқы, келешек, болашаққа нұрлы жол көрсететін жыл деп санаймыз біз енді. Қазақ жылқыны қолға үйреткен жер бетіндегі ең алғашқы ел. Оны 6000 жылдық тарихы бар Ботай қорымынан табылған 70 мыңнан астам жылқы сүйегі дәлелдеді. Ал ата-бабаларымыз осына ұлан ғайыр жерді ұрпаққа аманат етіп қалдыруына да қылқұйрықты жануардың қосқан үлесі орасан. Демек, біздің бабаларымыз сол заманда жылқыны қолға үйретуі қазіргі біздің бір ұшақты ойлап тапқырлағанмен бірдей бір үлкен жаңалық болып табылады. Сондықтан жылқы малы біздің қазақтың қанына сіңген бір ерекше бір тылсым иесі деп айтуға болады, жануар деп айтуға болады. Біздің досымыз киелі осындай керемет жануар. Қазақ жылқы мінезді, алыста жүрсе кісінеседі, жақында жүрсе тістеседі дейтін тәмсіл бар. Желден жаралған жануардың жүйріктігі бір басқа, дертке дауа, жанға шипа болар, балғымызы мен дәруменге толы етінің орны бір бөлек. Ал байлап бақса да туған жерінен өзге өлкені жерсінбейтін, адал да текті мінезі, төрттілік түгілі адамға үлгі болары анық. Үлкен шалдар айтады ғой. Ей балам, мына жылқыны апарғаннан кейін мына жердің топырағынан бір қалтама бір дағар топырақты салып алып науаға сап қойыңдар дейтін тұзбенен. Сонда барып жерсінеді, болмаса қашып келеді дейтін. Соның үшін бұл жылқы деген өте жоғары мал ғой бұл. Есті мал, елін, жерін, топырағын сағынып, сол жылқы мінезді қазақ баласымыз жастарға осы жылқының мінезі сияқты қасиетті жұғыс болсын. Қазақта қылқұйрықты жануарды ер қанаты жан серігі деп танып, 5 қарудың біріне балаған. Келесі жылқы жылы елімізге сәйгүліктің сәнін, арғымақтың арынын, шын тұлпардың шабысын беріп, азаматтар аттан түспегей. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерлан Әбжан, Қонаев медиа.
Алматы облысында спорт саласын дамытуға бағытталған жаңа бастама қолға алынды. Қонаев қаласында дзюдо мен гандболға арналған заманауи академияның құрылысы басталды. Бұл нысан спорт федерацияларының ынтымақтастығын нығайтып, ортақ тәжірибе алмасуына жол ашады. Бастама спорттық инфрақұрылымды дамытып, білікті мамандар даярлауға мүмкіндік береді. Әріптесім Дастан Маратұлы әңгімелейді. Алматы облысында дзюдо және гандбол спорт академиясы салынбақ. Ғимарат Қонаев қаласында бой көтереді. Нысан спорттық қоғамдық бірлестіктердің дербестігін сақтай отырып, өзара тәжірибе алмасы бір-бірін дамытуға жол ашады. Аталған бастама меморандумына облыстық дзюдо және гандбол федерацияларының басшылары қол қойды. Двухфедерационное сотрудничество. Мұндай ынтымақтастық моделі елімізде кезең-кезеңімен енгізіліп келеді. Ол қызметті үйлестіруге, серіктестер мен демеушілермен бірлесіп жұмыс істеуге, сондай-ақ спорттық инфрақұрылым мен кадрлық әлеуетті дамытуға мүмкіндік береді. Биыл басталатын құрылыс жұмысы 2027 жылы аяқталады. Ал алғашқы кезеңде жылдам тұрғызылатын дене шынықтыру сауықтыру кешенін салу жоспарланып отыр. Сонымен қатар қос федерация жыл қорытындысын шығарып, 2026 жылға арналған басым бағыттарды айқындады. Оның ішінде дзюдоны бұқаралық спорт түрі ретінде дамыту, төрешілер корпусын даярлау және жаттықтырушылардың біліктілігін арттыру мәселелері қамтылды. Біздің биылғы жетістіктеріміз 2 әлем чемпионатының жүлдегері, 2 Азия чемпионатының жүлдегері, 2 балалар Азия ойындарының жүлдегері. Жастар арасында 23 жасқа дейін чемпионатын өткіздік. Өте мәңізді. Бізге болды, ол жақсы өткіздік. Енді тырысамыз келесі жылдар бұдан жоғары көтеруге біздің облысымыздың федерациясын. Ал гандбол федерациясы өңірде 30-дан астам спорттық іс-шара өткізген. Облыста гандболдың қарқынды дамуының айқын дәлелі ретінде Алатау арулар әйелдер кәсіпқой гандбол клубының жетістіктері айтылды. Команда Азия чемпионатының іріктеу турнирінде қола жүлдеге ие болып, Қазақстан Республикасының суперлигасында жеңіске жетті. Сонымен қатар клубтың 4 ойыншысы U20 санатындағы әлем чемпионатына жолдама алды. 26 год мы вот начнем. 2026 жылы материалдық техникалық базаны нығайту және жас спортшылардың өсуіне жағдай жасау бағытындағы жұмыстарды жалғастырамыз. Мықты командалар жасақтап, облыста гандболмен шұғылданушылардың санын арттырғымыз келеді. Іс-шарада қос федерация жоғары нәтиже көрсеткен спортшылар мен жаттықтырушыларды марапаттады. Дастан Маратұлы, Бекжан Кенжебай, Қонаев медиа. Құрметті көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Қонаев медиа арнасы қосулы болсын. Аман, сау болыңыздар.